Азақ фильм айдары. Бұл айдар несімен ерекше? Бұл айдарда 100% импровизация. Сценарийді білетін тек қана Эльдар. Сценарийді жазған Эльдар. Эльдар қазір оқиға желісімен таныстырып отырады, ал жігіттер диалогты және іс қимылдарын импровизация арқылы сіздерге жеткізеді. Сонымен Азақ фильм айдары кеттік. Бүгінгі оқиға кезіндегі Видиктағы боевик. Сонымен бірінші сахна Таиландтағы белгісіз бір барда. Кешкі уақытта белгісіз бір екі қыз билеп жатады. Ол Сәуле мен Гүлдана. Вокзал жақтағы пивнушкадағы әйелдер сияқты билейді. Мә, келді! Абай ел! Бірі келді. Ей, болды. Айбай мама! Осы кезде Елжан, Жан-Клод Ван Дам сияқты мас болып кіріп келеді. Тұрадыр бауырым. Тұрадыр бауырым, Жан-Клод Ван Дам деді маған. Кіріп келіп, Қарамайкамен шықшы, қарамайка. екі қыздың ортасына кіріп билейді. Давай. Қос. Епа! Елжан, Әйді! Қос бі. Папам есіме түскен. Тасаш, папан тасаш. Папан тасаш. Елжан билеп жатып, қыздарды сындыру үшін барынша шпагатқа отырады. Кәні, шабалақ. Үйді. Әне. Елжан шпагатта отырған кезде, екі қыз Елжанға ұнау үшін өздерінің жақсы жақтарын айтады. Өте ыңғайсыз қарап тұрмын. Елжан, шпагатқа отыр дейді саған, просто отыр демейді. Өздерінің жақсы жақтарын айтасыңдар. Мен өте ибалымын. Қандаймын? Има, не ол? Ибалы дейді. Өте ибалымын. Ибалы деген сөзді. Ибалы емес қылып айттың ғой сен. Девушка, ибалы болма. Мен инабаттымын. Білем. Осы кезде барға местный екі жігіт кіріп келеді. Ол Есет пен Азамат. Местный? Мясной. Бәзеке. Алдыңызға шығып кетті ма, бәзеке? Андай семіз Ван Дам болмайды ғой. Екі бандит мәдениетті түрде ерегеседі қыздар үшін. Бір-бірімізбен ба? Жоқ, Елжан мен Ван Дам. Ван Дам екен біліпті. Көргенсіз. Не қыздарды көріп, бұтыңды ашып. Ауыңыз жыртылғанша неге билейсіз? Ой, сүмелек. Басың- Біздің районның қыздарына көзің түсті ме? Басыңыздан атып, миыңыз шашып, тауықтарға бидай қылып таратсайын ба? Ой, деп кезгізің. Көзіңді шықып алайын ба, сұрқия? Ұрқияй. Мұрныңды гаймарит қылып тастайын ба? Құлағыңдағы барабандар жарып тастайын ба? Құлағынан барабан жарып, мұрындағы ямақын сындыртсаң сонда. Автор жыртылып қалып тұр ғой. Жалғыз жыртылып қалып тұр. Ондай жоқ па негізі, жаман күлдің ғой. Осы кезде қыздар қорқып қарған даусын салып кетіп қалады. Өте кәрі екен. Ой, заманай, баяғыда кафеде чайкілерді көретін еді, қарғаларда көрдік. 300 жыл болған ғой. 850. Инабатты қарғалар екен. Билей алатын. Осы кезде Есет пен Азамат Елжанды көшедегі удар тексеретін аппарат сияқты кезек-кезектен ұрады. Давай. Елжан удар тиген сайын, әр ударды аппарат сияқты санмен бағалайды. Трачика сені натуре ұратындарын біліп тұрмын ғой. Доспыз, Бір-бірден ұрады. Ана айтшы үшін семейне араласамыз, біле. Халық басқаша ойлақ. Қанша?
Қанша? бір Жоқ, аппарат істемей қалды. Екеуі аппарат істемей қалғаннан кейін Братче. Жаным бауырым. Ойнамашы. екеуі аппарат істемей қалғаннан кейін басқа паркке кетеді. Есітмесең қайда тұратынын білем ғой. аппаратты бұзып тастадың ба братан? Иә. Кеттік басқа жаққа. Ал Елжан Не істейін айтшы мен. Не істеу керек? осымен бірінші сахна бітті. Екінші сахна бапкердің спорт залында. Бапкер бізде Нұрсұлтан. Нұрсұлтан залда ойдан анекдот шығарып тұрады. Бір күні бір немістер мен қазақтар соғысып атып, бір күні немістер қазақтарды қуып келе жатқан кезде қазақтар қамыс қатып қалады, сөйтіп. Суда деп қазақ шақырып атқан кезде қамыста деп жібереді. Бәрекелді. Осы кезде спорт залға Елжан келеді. Тұрашы мен общение өтім жерде баған ұрған үшін. Шешіп Мына асына. братандарын шақырып отыр. Мына жақта көрермендер. Өзің ұра бер бауырым, ұра бер. Елжан келеді. Ол өзін бір жігіттер бопсалап ұрып кеткенін қуанышты хабар сияқты жеткізеді. Брат, өтейті жоқ, брат, Не болды? аппарат болып тұрғам сыртта. Ұрып кетті. Балдар ұрып кетті ма? Балдар ұрып кетті, аппаратта. Мен нежданка, ішімнен барып, ішім балан түсіп қалды. Әлде мужикпін ба мен? Тренер оны түсініп, оның еңсесін көтеру үшін түк қатысы жоқ мысалдар айтып береді. Не, біреудің санын тағып ағасың қолыңа. Жем болдым ау. Құрсыша. Шай жағып қоясың. Санын жауып қойсаң қыздар құсы. Өткенде мен ұрған. Тура солай айтып береді. Иә, екінші класстың балдары. Балдары болғанда бір бала ғой. Иә. Тек мына жақта болды төбелес. Елжан тренерге төбелесті үйретуін сұрайды, бірақ тек Ж әрпінен басталатын сөздермен жеткізеді. Жренер. Жені Ау, жан. жаңа балдарды жалдырып тастау керекпін. Дым түсінбеген тренер Елжанға өзінің ең мықты приемын көрсетеді. Нұрс, мен сен жақсы танымын, әкеші. Саған емес, өзі көрсетеді. Өз-өзіне ма? Өзіне көрсетемін. Битесін деген. Бітесі. Бауырымнан қыра. Бітші музыка. Мына ішінен жылан алатын ғой. Жылан деп келіп жүрді. Мынау неге пайдаға сатты ма? Болды осы ғой. Елжан өз алғысын сөзбен емес, қимылымен білдіреді. Өте арза оқып қалдың, көрдің ғой. Мынадай істедіңдер. Елжан, жаңағыдан кішкене арықтап қалдым. Ана Қытайда апалар өз арықтатады ғой. 30 грамм тастады ғой, 30 грамм. Тренер Елжанға өз батасын береді. Ал, саныңды жай. Жігіттер қазір бітеді ғой, шығамыз ғой. Каждый мен башнаваш па дейсің ғой. туист Дәулет болмайсың. дайындал, башнаваш по-любому сенің бәрі. Санын жайғызбай, жіптері әрең тұр. Көрдік. Бандан, Бандам күді. бокс қолыңды жай. Натуре жейді тұрғам шеш. Главный адамдардан таяқ жесеңді, өмірден таяқ жеме, балам. Осымен екінші сахна бітті. Кино қашан бітеді, брат? Үшінші сахна үлкен арена октагонның іші. Рингқа Азамат пен Елжан шығады. Бауырым. Уф, бола ма бауырым сені? Қастарына тренерлер де шығады, Нұрсұлтан мен Есет. Сонымен жарыс алаңы, ортада рефери жарысқа қатысушыларды күзгі балдың жүргізушілері сияқты хабарлайды. Рефери Нұрбол.
центр таба алмай ма? Құрметті, құрметті көрермендер, алдарыңызда көптен күткен бой. Қандай бой? Плейбой. Жүргізушіге рахмет. Бірінші раунд табличканы әдемі сары қыз алып шығады, ол Бексұлтан. Оның өзі бір болып шықты ғой, сан өзі бір болып шықты ғой. Иә. Осы кезде Азамат пен Елжан екеуі индийский кинодағыдай төбелеседі. Айналама махаббаттың дәмін тартқан, жүректің әніменен сән болған махаббат. Тек бете жіберем ба? Осы кезде Әділқазылар алқасы шешімімен жеңіске Елжан жетеді. Ой, молодец. Елжан жеңіске жеткеннен кейін қуанып тойдың иесі сияқты алғысын айтады. Не қылдың мен? Ал мына Режиссер. рахмет баршаларыңызға мына. Тусисің ба тағы? Алғысын айтпасын. Рахмет көп алғысым шексіз сіздерге. Мына камерадағы балдарға рахмет. 5 сағат бойы бір тесікке қарап тұру оңай емес, әрине, иә. Үлкен рахмет енді. Тая жеп атқан маған да рахмет. Мені ұрған Есетке саған рахмет. Бірақ көресің. Және ерекше алғысымды өзім тренерім. Бекстанға рахмет. Қыз болып шыққан. Бексұлтанға рахмет, бір болып шыққан. Баспыруға рахмет, осылай НТК-ға рахмет, осылай тұру. Шашпамызды көтеріп. Режиссер. Ұнай чоуға рахмет енді, иә, осылай. Осы жоба басталады дегеннен бастап қасында жүрген резиденттерге рахмет. Басамаңыз, ең бастысы өтті кетті, ең бастысы. Ең бастысы көрермен сіздерге рахмет. Қуанышта кездескенше фильмнің соңы.